Мен Төлегенова Алина Шурағызы. Мұнайлы ауданы нөмір 1 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Қазіргі таңда осы мектепте жұмыс атқарудамын. Мен өз жұмыс өтілімді 2015 жылдан бастадым. Қазіргі таңда 5 жылдық жұмыс өтілім бар. Санатым педагог сарапшы. Осы жетістікке жету үшін мен біраз жол жүрдім десем де болады. Ең алғаш рет 2018 жылы бастауыш сынып мұғалімдер арасындағы олимпиадаға қатысып, аудан бойынша бірінші жүлделі орынға ие болдым. Содан кейін облысқа жолдама алдым. Облыста жүлделі 3-ші орынды иеленіп қайттым. Бұл Мұнайлы ауданы үшін үлкен жетістік еді. Сол арқылы өзімді таныттым десем де болады. Мен 1991 жылы дүниеге келдім. Мен тәуелсіздік құрдасымын. Тәуелсіздік біздің елге өте қиын жолмен келді десем де болады. Біздің ата-бабаларымыз бұл жолда көп тер төкті. Тәуелсіздік біздің басты құндылығымыз, басты байлығымыз десем де болады. Мен өзімді тәуелсіздіктің құрдасы болғаным үшін мақтан тұтамын. Өйткені мен тәуелсіздікпен бірге өсіп келемін. Сол жылдардағы Қазақстанның жеткен жетістіктерін өз көзіммен көріп өсіп келемін. Еліміздің ертеңі баянды болсын.